ақиқат. Бұл ақиқат деген нәрсе. Ол дінді мақтанмен ұстану керек, ғиззатпен. Кешегі пайғамбарымыз үйреткендей, радиту биллахи роббан, ризамын Раббым ретінде Алламен, мысалы, Мұхаммедпен пайғамбарым ретінде, исламмен дінім ретінде дегендей. Міне, көңілді жүру керексің, саған болмайды көңілсіз жүруге, болмайды ешқашан. Мұсылманға көңілсіз жүруге болмайды. Өйткені саған тура жол деген нәрсені сыйлап отыр Алла Тағала. Тура жолың бола тұра, намазың бола тұра, менде анау жоқ, менде мынау жоқ деген ол жаман нәрсе. Ол ешқашан жақындатпаңыз ондай мінезді қасыңызға. Сенде тура жол бар. Міне, тура жол бар, қарның ашып тұрса да. Тура жол бар, 3-4 ай жұмыс таба алмай жүрсең де, тура жол бар, 2 ай ауырып жатсаң да, сенде тура жол бар.